мынаны біліңіздер, біз тек қана мынау бір ғана тұлға емеспіз, бірнеше тұлғамыз. Біздің тура осындай бірнеше бөлігіміз бар. Біздің бір бөлігіміз өтірікші, мына жерде бір бөлігіміз ұрлықшы, тағы бір бөлігіміз бар адам алдайтын, тағы бір бөлігіміз бар сондай тиран, тағы бір бөлігіміз бар білімсіз, тағы бір бөлігіміз бар жертва, тағы бір бөлігіміз бар өзін құнсыздандыратын, иә. Ал былай қарай жоғарылай береді, біздің тағы бір бөлігіміз бар білім алатын, бойымыздағы ата бабадан келе жатқан қандай да бір қасиеттерді бойына сіңірген, өзін ізденген, бір оқуға өзін салған, тәрбиелеген сондай бір бөлігіміз бар. Мәселе сонда, сен қай бөлігіңе назарыңды көбірек саласың, сен сол адамға айналасың. Сенің бірнеше мың бөлігің бар, бірақ сен именно қайсысына назар саласың, қай тұсыңа көбірек энергияңды бөлесің, сен сол адамға айналасың. Мысалы, менің бір қатыгез бір бөлігім бар, иә, менің ішімде қатыгездік деген бір бөлігім бар. Егерде мен үнемі қатыгездік бөліміме назарымды салатын болсам, үнемі соны қолданатын болсам, мен оны балама да қолдансам, жолдасыма да қолдансам, менің тіркелушілеріме, подписчиктеріме қолдансам, кеш жарық қалдарыңыз қалай, мен туған туысыма да қолдансам, жұмысымда, коллективтегі адамдарға да қолдансам, жалпы өмір барысында сол қатыгездік деген бөлігіме үнемі назарымды салып, сол бөлігім арқылы өмір сүретін болсам, мен қатыгез адамға айналып кетемін. Яғни менің сондай да бір бөлігім бар. Және менің бір мейірімді деген бөлігім бар, жуас дегенде бір бөлігім бар, ынжық дегенде бір бөлігім бар, пысық дегенде бір бөлігім бар, аңқау дегенде бір бөлігім бар. Мәселе сонда, еңбекқор дегенде бір бөлігім бар. Мен қай бөлігіме көбірек назар саламын, қай бөлігіме вниманиямды, энергиямды, денсаулығымды жұмсаймын, сол адамға айналамын. Түсінесіздер ме? Мысалы, адам өлтіретін кісінің менің бойымда ондай да бар. Өйткені менің қанымда маған дейінгі 124 мың аталардың ішінде ДНК арқылы берілген менің қандай да бір аталарым, болмаса әжелерім байқамай болсын, ерікті болсын, еріксіз болсын адам өлтіріп алған. Менің қанымда адам да өлтіретін қасиетім бар. Бірақ менің сондай қасиетім бар деп мен пышақты оңды солды жұмсамаймын ғой. Саналы түрде мен білемін, ол дұрыс емес екен. Солай ма? Яғни адам, сіздер көріп жүрген, парақшалардан көріп жүрген адам өлтіріп алды деген кісі, ол сол бөлігін көбірек қолданды, ол сол бөлігіне көп назар салды, ол сол қатыгездік, мейірімсіздік, махаббатсыздық бөлігіне көп назар салды, көп ойланды, көп уақыт жіберді. Қалай, қашан, қайтсем, қалай істесем екен деп көбірек ойланды. Бірақ рет жасағана болған жоқ. Ол алдын ала мида әуелі жоспарланады. Кез келген іс мида әуелі пландалады, планы болады, жоспары болады. Былай жасап қойсам деген запас ойлар тұрады оның. Сол запаста ойлармен соны жасайды. Дәлелдеме ретінде айтайын. Мысалы, сіз бүйтесіз. Мынандай болды ма сізде? Егерде маған, мысалы, абысыныңыз болсын, коллективтегі кісілер болсын, егерде маған мынандай жауап берсе, мен оған былай жауап беремін. Егерде ол маған мынандай істеп мені айтатын болса, менің сөзім дайын, мен былай айтамын оған, былай мен жауап беремін. Егер маған мынандай жасайтын болса, көрсетем мен оған, мен де оған қарап қалмайды екенмін, мен де былай жасаймын деп, сіз алдын ала не істейсіз? Планыңызда бар, жоспарыңызда бар, ол тұрады миыңыздың бір бөлшегінде. Бірақ ол сіз ойлағандай жасамауы мүмкін, жасаудан. Мәселе сонда, сіз үнемі солай айтса, мен сөйтем, сөйтіп айтса, мен бүйтем деп, үнемі тренировать ететін болсаңыз, жаттыға беретін болсаңыз, иә, сіз тура сол ойлағандай, сіздің қарама қарсыдағы адам тура сіз ойлағандай айтады, тура сізді солай триггерить етеді, жыныңызға тиеді, ашуыңызға тиеді. Сіздің жауабыңыз дайын, өйткені сіз алдын ала дайындап қойғансыз. Мен сен маған мынандай айтатын болсаң, агрессия білдіретін болсаң, мен саған жауабым дайын деп, сіз алдын ала дайындап қойған болатынсыз. Түсінікті айтып жатырмын ба? Түсінікті айтып жатсам, түсінікті деп жаза кетіңіздер. Кері байланыс беріп отырайық. Жүрекше және
бөлісе отырайық, иә қыздар? Көп уақытқа шықпайын қыздар. Сәлеметсіздер ме, сәлеметсіздер ме? Қалдарыңыз қалай? Кеш жарық. Туыс туған үшін жүгіріп жүріппін. Тек басқа адамдар үшін өмір сүріппін. Бірақ мен рахмет көрмедім дейсіз. Атыңыз жазбапсыз, жақсы. Енді мынаны қараңыз. Сіз рахмет есту үшін жасаған болсаңыз, сіз рахметті естімейсіз. Сіз шарт қойып тұрсыз. Біз Алланың бір бөлігі болатын болсақ, Алла тағала бізге шартсыз бізді жақсы көреді, шартсыз ауа беріп жатыр, су беріп жатыр. Жеміс-жидек, жәндіктерді бәрі біз үшін қызмет етіп жатыр. Сондықтан да біз де істеген іс-әрекетіміз үшін шарт қоймаймыз. Мен сендерге жасадым, отымен кіріп күлімен шықтым. Маған неге соны қайтармайтын деп айтатын болсақ, біз істеп жатқан іс-әрекетіміздің бір бөлігі бонус қайда жиналып жатыр? Ақыретімізге, келесі өмірге жиналып жатыр. Біздің істеген жақсылықтарымыз ақыретімізге жиналып жатыр. Онда біз қазір ол рахметтің бәрін алып алатын болсақ, қазір жаңағы марапаттың бәрін, мойындатудың бәрін, дәлелдеудің бәрін қазір алып алатын болсақ, онда ақыретімізге ештеңе қалмайды. Сіздің қазір бұған дейінгі істеген жақсылығыңыздың барлығы жақсы, істеңіз. Алланың разылығы болсын. Алла разы болса болды. Алланың дидарын көру үшін жасадым. Не істесем де Алланың дидарын көру үшін жасадым. Мен олар үшін уақытымды кетірдім, денсаулығымды кетірдім, энергиямды кетірдім, назарымды кетірдім, күшімді кетірдім. Окей. Бірақ Алла разылығы үшін. Мейлі мен бұған дейін менің қадірімді білмесем, бұған дейінгі істеген іс-әрекетім ниет 3 жағдайда болады. Басында айтылады, басында айтуды ұмытып кетсеңіз, ортасында айтылады, іс-әрекеттің ортасында айтуды ұмытып кетсеңіз, соңынан айтуға болады. Алла, мысалы, бұған дейінгі істеген іс-әрекеттерімнің барлығын сенің дидарыңды көру үшін жасадым деп есептеймін. Болды. Деп не қыласыз? Аллаға тапсырасыз, ниетіңіз болды. Еңлік ханым, қалыңыз қалай? Қайырлы кеш. Ханым, сіздің бір ғана терапиядан керемет результат болып жатыр. Алла разы болсын. Рахмет сізге. Көп рахмет. Тамаша. Алладың беріп тұрған қабілетін шығармадым депсіз. Ол кезде берсе шығармайтын едіңіз. Қазір түсініп тұрсыз, шығару керегін қазір түсініп тұрсыз. Санаңыз қазір деңгейде түсініп тұр. Ол деңгейде бәрібір сіз қолданбайтын едіңіз. Ол кездегі сіз басқа сіз. Түсінесіз ба? Қазір көп кісілерді тыңдадыңыз, психологтар тыңдадыңыз, коучтар тыңдадыңыз, ұстаздар тыңдадыңыз. Сіздің қазіргі деңгейіңіз өзгеріп тұр. Қазір түсініп тұрсыз. Түсінесіз ба? Қазір түсініп тұрсыз. Өкінбеңіз. Не істесек те Алла разылығы үшін, Алланың дидары үшін. Егер жұмыста уақытыңыз босқа жұмыс жасаппын, бекер істеппін, 15 жыл жүріппін деп өкінетін болсаңыз, Аллам, өкінбеймін, сабағын алдым, опытын алдым. Мысалы, опытын алдым, сабағын алдым. Белгілі бір деңгейде не жақсы, не жаманды ажырата білдім, өттім. Не істесем де ол жұмысты ұнамаса да істесем де, ұнаса да істесем де, Аллам, өзіңнің дидарыңды көру үшін деп тапсыра салыңыз. Өткеніңізді Аллаға тапсыра салыңыз. Сонда сіз келесі деңгейге өтесіз. Жүре беретінсіз, өткен сол кездегі сіздің состояниеңіз лайық болды. Сізді теңейтін бір сөз айтамын, бірақ та оны айтайын десем, ренжіп қалама деп тұрмын. Сіздің состояниеңіз сол деңгейге лайық болды. Рахмет, түсінгеніңізге рахмет. Кейбір адамдар 50 жыл, 40 жыл, 48 жыл, 30 жыл өзде қандай да бір блоктарын күтіп қалады. Шығу үшін күтіп қалады да. Мен сіздерге бір күшті бір нәрсе көрсетейінші. Айзере, назар салып отырыңыздар, мен қазір
керемет бір дүние көрсетемін сіздерге. Мұқият тыңдаңыздар. Өйткені бұл ютубқа да жазылып жатыр. Сол үшін. Маған мына тақтаны былай бұрып берші. Арт жағын бұрып бересің бе? Сосын маркер қайда екен? Айзер, ана арттағы жағын бұрып берші. Қарамап беріңдер. Мұқият қараңыздар, мен сіздерге тақтадан көрсетемін қазір бір дүниені. Сұрақтарыңыз қалып қоймады ма? Рахмет. Бері қараңыздар. Bir назар салсаңыздар. Қараңыздар. Енді бері қараңыздар. Кез келген адам мынау Алланың дидарына көтерілу үшін, рухани байлыққа өсу үшін жүр қазір. Жер бетінде жүрген адам бәрі ерігіп жүрген жоқ. Жер бетінде жүрген адамның барлығы ерігіп жүрген жоқ. Барлығы мына Алланың дидарын көру үшін рухани байлыққа адамның, мына суретте көрініп тұр ғой, мен сіздер көрсетіп қойдым сіздерге. Адамда рух бар, жан бар. Тек қана дене емес, адамда рухы бар, жаны бар. Осы жарқырау үшін, жарқ болу үшін адамдар бірнеше мың сатыдан өтеді. Ол саты дегеніміз сабақтар. Мысалы, мына бір тым жақсы келе жатыр едіңіз, 30 жасыңызға келгенде сізді біреу алдап кетті. Бір ақшаға алдап кетті, мысалы. Мына жасыңызды алдап кетті. Егер де сіз осы алдап кеткен уақытыңызда мені алдады деп, онымен соттасып, қиналып, өкпелеп, ренжіп тұрсаңыз, онда сіз келесі сатыға өтпейсіз. Сол деңгейде қалып қаласыз. Түсіндіре алдым ба? Кері байланыс беріп отырайық қыздар, иә? Жүрекше көбірек болса тіпті жақсы, иә? Болмаса, сіз өмір сүріп келе жатыр едіңіз 40 жасыңызда, сіз 40 болмаса 42-41-ге келгенде сіздің жолдасыңыз алдап кетті сізді. Болмаса басқа әйелге кетіп қалды. Тура 40 жасыңызда бала шағаңызбен қосып, 5 балаңызбен тастап кетті. Міне 40 жасыңызда тым жақсы келе жатыр едіңіз. Бірақ, егер де сіз осы жерде неге мені тастады деп кінәласаңыз, 5 баламен тастады деп кінәласаңыз, не үшін менде басынан бұндай жағдай өтіп жатыр деп психологқа, психосоматологқа бармасаңыз, сырттан іздесеңіз жауапты, өзіңізді жертва состояниесінде, мен тастап кетті, ана сондай оңбаған, мен отмен кіріп күлмен шықтым, оған 5 бала тауып бердім деп жылап отырсаңыз, сіз келесі сатыға өспейсіз. Сізге әдейі осылай жасап отыр, өйткені сіз о баста дүниеге келетін кезде рухыңыз таңдап келген, осындай сәттен өтемін, басыма осындай сабақ берілсін деп өзіңіз таңдап келгенсіз. Енді уәдеңізде тұрмай тұрсыз. Енді осы сәтіңізге келген кезде не істейсіз? Егер де сіз, жарайды, менің басымнан мынандай болып жатыр, енді әулетпен шешілетін мәселе ғой. Не үшін менің басымнан болып жатыр? Неге менің ғана басымнан болып жатыр? Мен не істей аламын деп психологқа, психосоматологқа, маманына барсаңыз, журналистке емес, маманына барсаңыз, сізге ол психосоматолог, психологты тауып береді блог. Қандай блог тауып береді? Қазір жылап отырсың ба? Бұған дейін де лестница болды ғой сенде, өмірің болды ғой сен. Бұған дейін сен қай уақытта жыладың? Кім сен тастап кетті бұған дейін? 5 жасыңда ма? 10 жасыңда ма? 8 жасыңда ма? Кімді сен тастап кетті? Қашан сен өзіңді тастанды сезіндің? Бұл қайталанып тұр ғой сенде. Мына 40 жасында қайталанып тұр ғой тастанды сезімі. Неге өзіңді мына жерге тастанды сезініп тұрсың? Бұған дейін де сен сезінгенсің ғой 14 жыл бойы. Неге сен мына жерде енді түсініп жатырсың, бірақ та сен неге жертва состояниесіне кіріп, қолдауды сырттан сұрап жатырсың? Неге өзіңнен, ішіңнен емес? Неге менің басымда мұндай болып жатыр деп емес?
неге сен кінәлап жатырсың, анау кінәлі деп психолог не істейді? Психосоматолог, психолог, психотерапевт дегені психотерапевт айтып береді. Или сен топ береді бейсананы, или 5 жаста, или 8 жаста, или бір 9 жаста. Мүмкін садиктен тастап кеткен шығар, ертерек келмей. Мүмкін әже атаның қолында тастап кеткен шығар. Мүмкін мектептен кеш келіп тастап кеткен шығар. Мүмкін алдында болмаса жүріп жүрген басқа бірінші курста жігіт тастап кеткен шығар. Мүмкін алғашқы махаббат тастап кеткен шығар. Мүмкін подружкасы дос болмай тастап кеткен шығар. Чтобы больно было до этого времени. Оған дейін де больно болған. 8-5 жастарында тура сол больді блок дейді. Ол блокты жібермеген, босатпағаннан кейін ол 40 жасында ма, неше жаста, 42 ма, 45-те мейлі 50-де келсең де ол қайталанып тұр. Енді адам осы жерде түсінбесе, кінәні біруге бір крайний біреу бар ғой, әйтеуір постоянно бір жақ таяқтың екі ұшы бар ғой. Крайний мына кісіге мынау кінәлі деп барлық назарды мына жаққа аударып бергеннен кейін мына кісі не істейді? Мен де жаспын, менің өмірім бар деп келесі адамға үйленеді. Мүмкін бір 45 жасында. Келесі адамға үйленеді жұпқа. Бірақ ол да тура сол больді береді оған. Мына кісі түсіну керек. Неге менде қайталана береді? Әлем, қыздар, әлем сенің атағыңа қарамайды. Сенің властыңа қарамайды. Сенің абыройыңа, болмаса сенің дәрежеңе, жынысыңа қарамайды. Жасыңа да қарамайды. Әлем әлем болды, ол өзінікін жасайды, физика. Сен атақтысың ба, абыройлысың ба, сен әншісің ба, кино режиссерсың ба, блогер, қарамайды оған. Энергия жұмыс жасап тұр бұл жерде, қыздар, энергия. Сен мына жерден сабақ алмасаң, не үшін, неге менің басымнан болып жатыр, қайтпек керек, не істемек керек деп өзіңе шәкәрімнің 3 сұрағы бар ғой, соны қоймайтын болсаң, сен келесі сатыға өспейсің. Егер де адам қоятын болса, өседі. Болмаса, сіздердің бастарыңызда, мысалы, ата-анаңызбен дұрыс қарым-қатынас емес мына жерде. Мына жасыңызда. Ата-анаңызбен әлі дұрыс емес қарым-қатынастасыз, әлі. Бірақ егер де сіз үнемі жертва болып, мен ата-анам сөйткен, бүйткен деп бір жертва состояниесі, мынау табылады ғой, крайний адам, айта берсеңіз, сіз өспейсіз, келесі сатыға жеңілдік болмайды сізде. Сол үшін сіз психологқа, психосоматологқа барып, не үшін менің ата-анаммен арамызда қарым-қатынас дұрыс емес? Осыны білгім келеді, өтініш деп сұрап келгенде ғана, сіз жеңілдеп, ол кісі жеңілдеп топ бергеннен кейін барып сізді келесі лестницаға өсіріп жібереді. Сіз осы лестницада жүрген кезде бір кезде тіп жақсы жеңілдеп, әп-әдемі жүредіңіз, уже жеңіл блоктар келе бастайды. Анау айтқандай ауыр блоктар келмейді. Уже ақырындап жеңіл, барған сайын, рухани болмысқа кетіп бара ұшқан сайын, адам ақырындап жеңіл блоктар бола бастайды. Мысалы, қызыңызбен енді дұрыс емес қарым-қатынас болуы мүмкін. Мүмкін бауырыңызбен, мүмкін коллективтегі бір кісімен. Үнемі қырылыса бересіз коллективтегі бір кісімен. Үнемі жауласа бересіз. Соны жақтырмайсыз, сол үшін жұмыстан шығып кеткіңіз келеді. Мүмкін шет күйіңізді жақтырмайсыз. Мүмкін енеңізді ұнатпайсыз, мүмкін туған балаңызды ұнатпайсыз, мүмкін туған келініңізді ұнатпайсыз. Араларыңызда конфликт бола береді. Егер де сіз тура осы сәтте не үшін мен ол кісіні ұнатпаймын, не үшін ол мені триггерить етіп жатыр, не үшін мен ол кісіге жаңағы негативті назарымды беріп тұрмын, неге ол кісі туралы негативно ойлай беремін деп сұрақты қоймасаңыз, психосоматологқа келіп, онда сіз тура осы жерде қалып қаласыз. Анау кінәлі ғой, менің өсуіме анау кінәлі болған, мен тым жақсы болып кететін едім, ана кісі болмағанда, менде бәрі жақсы болар еді, мына кісі болмағанда деп не істейсіз? Бота. Не істейсіз? Мына жерде сұрақ тұра бересіз. Мына деңгейге өспегенше сізге енді мына жерде сізді кім триггерить етті? Жұмыста коллективтегі қыздар ма? Ол мына жерде тұра тұрады да, енді тағы да тура солай ұнатпайтын тағы біреу келеді.
тағы біреу келеді, сіз басқа жұмысқа барасыз, жұмысыңызды ауыстырасыз, бірақ ол жердегі коллективте сізге ұнамайды. Болмаса сізді ішіңізде тұр, жақтырмаймын, ұнатпаймын, жек көремін деген сіздің ішіңізде тұр. Сонымен үшеуімен жұмыс жасамай, сіз коллективтегі адамдарды да, тіпті туған балаңызды да, туған әке анаңызды да, туған бауырларыңызды да жек көре бересіз, жақтырмайсыз, көргіңіз келмей тұрады. Неге? Өйткені мына үшеу ойнап тұр ішіңізде. Адам образдар өзгере береді. Былай қарап отырсаңыз, коллективтегі кісілердің ешқандай қатысы жоқ. Просто олар сіздің ішіңіздегі көрсетіп жатыр. Айна ғой. Айна айнала. Айналадағы адамдар сіздің ішіңіздегі айнаңыз. Айналадағы адамдар сіздің ішкі айнаңыз. Сіз егер де психологқа барып, психозоматологқа барып, не үшін менде мынандай жек көру, ұнатпау, жақтырмау деген, қабылдамау, мойындамау, келіспеу деген қасиеттер алып тасташы, пожалуйста, друзьяш, пожалуйста, алып тастаңызшы менен мынаны деп дегенде, мен сізден алып тастағанда, жеңілденді, мә, не деген рахат. Жаным, коллективте қатындар, мұнда келіңдер, мен сендерді жақсы көрем. Рахмет сендерге. Сендер маған көрсеттіңдер. Ішімдегі блокты көрсеттіңдер, рахмет сендерге. Деп жеңілдегенде сіз келесі сатыға өтесіз. Бұл кезде уже сіз 46-тасыз. Мысалы, да? Мысалы 46-тасыз. Келесі сатыға өткенде уже сізге кішкене жеңілдеріп келеді. Жеңіл, жеп-жеңіл блоктар келеді. Ол өте жеңіл. Оңай жеңіл өзіңіз-ақ шешіп тастайтын. Өйткені сіз біліп алғансыз оны қалай шешуді. Оңай жеңіл, болмаса соның жолын көрсететін психосоматологқа баратыныңызды білесіз. Психотерапевтке баратыныңызды білесіз. Ол кісіге барасыз, қайтадан жеп-жеңіл шыға саласыз. Сөйтіп, осылай не істейсіз? Алланың ең жоғарғы кемел дәрежесіне, Алланың ең жоғарғы кемел дәрежесіне көтерілесіз. Мынау ұнатпайтын, жақтырмайтын, қабылдамайтын, мойындамайтын кезеңнен мына кезеңге өтесіз. Ең қан мына кезеңде қазірсіз. Жеңіл, благодарный, мейірім, любовь, махаббат, мына сәттесіз. Енді тағы да ақырындап іштегі тағы да басқа блоктарды шеше берсеңіз, мына деңгейге өтесіз. 5D измерение дегеніміз осы. 3D'дан 4D, одан 5D измеренияға адамдарды көтеріледі. Жаңа жылға дейін. Біз проводникпіз, жай ғана біз жолын көрсетеміз. Біз жол көрсетушіміз. Біз проводникпіз. Яғни ұстаздармыз. Ол ары қарай сіз көтерілгіңіз келе ма, келмей ма, әлде сол состояниеде өмір сүру сізге выгодны ма, ол сіздің таңдауыңыз болады. Уже сіз үшін сыртқы күш ештеңе істей алмайды. Сіз үшін сыртқы күш ештеңе істей алмайды. Адамдар бір-бірімен араласқанда мынандай светлый нұр болып тұрады. Мысалы, мен адамдармен араласқанда мен көрем оларды мынандай или светлый, или черный болып тұрады. Но черный болса, онда негативный адам деген сөз. Светлый осындай көгілдір, қызыл, андай от түс болады ғой. Светлый түс болған кезде мен оны білемін. Адам светлый человек, нұрлы адам. Ана кемпірлер айтады ғой, қуаттымысың? Шал, қуаттымысың деп. Біздің бәріміз энергиядан тұрамыз. Тіпті гүлдің өзінің де несі бар? Гүлдің өзінің де аппаратпен зерттегенде гүлден де бөлініп тұратын мынандай күлгін түсті несі болған, энергиясы болған. Тіпті өсімдіктің де өз энергиясы бар. Адамдардың да өз энергиясы бар. Әр заттың өз энергиясы бар. Сіз нені ұстайсыз? На что касаетесь, сол жерде энергияңыз қалады. Мысалы айтады ғой, ана кісі кетіп қалып еді, артынан ана әлі ұмыта алмай тұрмын ол кісінің отырған отырысын, жүзін, айтқан сөзін, әлі осы жерде бар сияқты ол кісі. Болмаса концертке барасыз. Әлі концертте жүрген сияқтымын. Болмаса сіз
айтасыз, бір психологтың сабағына оқуға барғанмын дейсіз де, залда отырғанмын дейсіз. Мен әлі сол залда отырған сияқты чувствода жүрмін, әлі сол энергиядамын дейсіз. Яғни энергия жоғады. Адамдар, мысалы сіз мынаны байқаңызшы, біреудің үйіне көңіл айтып барсаңыз, ол жерде қаралы энергия болады. Бәрінде қара энергия, бәрі жаңағы тұнжырап жүрген, жылап жүрген, қара аураға кіріп кетеді, бәрі қара энергия. Үйге келген кезде қазақ ата бабаларымыз айтады, өліктен келдің ба, беті қолыңды жу дейді. Неге жу дейді? Өйткені сумен жуғанда сол қара энергия не істейді, жуылып шайылып кетеді. Ал сіз мысалы өзіңіз байқайсыз, сондай жерден келген кезде өзіңіз мең-зең болып, шаршап, сөйтіп бір денеңізді көтере алмай сөйтіп келесіз. Тіпті базарға барсаңыз да тура сол. Базар өйткені дәкеңнің, дьяволдың отаны. Маған не бересің дегенде, адамзатқа құран бердім, жақсы сөз бердім, маған не бересің дегенде, алла тағала айтқан дьяволға өзі уәде берген, саған сыпсың сөз, өсек, базарды саған берем деп айтқан. Сол үшін бізге жалпы кейбір кітаптарда көп жазады, базарға барғанда тез-тез шығып кетіңдер, тез-тез алыңдар да тез-тез шығып кетіңдер деп айтады. Өйткені ол жерде қалай алдасам екен, қалай таразыдан жесем екен, қалай көбірек ақша тапсам екен деген негативті ойлар көп болады. Адамға пайдам тисінші, осы арқылы тауарым арқылы өсіп өнсінші, берекелі болсыншы деген энергия бірсыпыра шығар, ондай аз да шығар, білмеймін. Енді бәріне топырақ шаша алмаймын әрине. Бірақ енді кітаптан жазған, кітаптан оқығанымызды айтамыз, кітапта осылай жазылған. Сол үшін, құрметті қыздар, сіздердің жаңағы коллективтегі қыздарды ұнатпауларыңыз, мен шала оқып қалдым. Күтіп қалдыңыз, иә, Нұргүл ханым? Сол кезде қандай состояние болды сізде? Жұмыста бар қыздар ұнатпаймын дейді. Енді бота мынаны қараңыз. Жалпы жұмысты не үшін жүрсіз жұмыста? Жұмыс сіздің эгоңызды түсіру үшін. Сіздің эгоңызды түсіру үшін сіз сол жұмыста жүрсіз. Кез келген жұмыстағы адам ол бекер жүрген жоқ, ол жоғарғы рухыңыздың планы. Сіздің эгоңызды түсіру үшін, яғни сіздің тәкаппарлығыңызды түсіру үшін, сіздің нәпсіңізді бағдарлау үшін, түсіру үшін жүрсіз сол жұмыста. Кейбір кісілер бастығын ұнатпайды. Яғни бастығы неге ұнатпайды? Бастығыңыз сіздің эгоңызды түсіру үшін, ол кісі сонысымен бастық. Жай ғана сіз, мен осындай бастығымен қабылдаймын осы жұмысты деп қабылдай білуіңіз керек, мойындай білуіңіз керек, келісуіңіз керек, және аз болсын, көп болсын, сол жерде нан жеп отырғаннан кейін рахмет айта білуіңіз қажет. Сол кезде ғана сізге сол жұмыстан келетін айлық табыс берекелі болады. Сол кезде ғана сізге сол жұмыс берекесімен, қайырымен болады. Тағы кімде қандай сұрақтар бар? Қоя беріңіздер. Түсінікті болды ма? Енді бері қараңыз. Мынау лестница сіздің өтетін университет, сізге диплом беріледі. Диплом беріледі сізге. Сіз ол үшін мынау сабақтардан өтуіңіз керек. Сол алқаш күйеуіңізден өтуіңіз керек. Ажырасып тастап кеткен күйеуіңізден өтуіңіз керек. Отымен кіріп күлінен шығып өтуіңіз керек. Енеңіздің мінезінен өтуіңіз керек. Атаңыздың мінезінен өтуіңіз керек. Әйеліңіздің сондай ерке мінезінен өтуіңіз керек. Егер де сіз осы жерде жарты ортадан мен оқымаймын деп түсіп кететін болсаңыз, оқымаймын мен, оқым келмейді менің деп дипломды ары қарай жалғастырып оқымай тастап кететін болсаңыз, яғни сіз жауапкершіліктен ажыраған адам болып саналасыз. Жауапкершілік ала алмайтын ересек позициясындағы емес, бала позициясындағы адам болып саналасыз. Балалар сондай, бала
бала позициясы қандай? Оқығым келмейді, барғым келмейді, істегім келмейді, жасағым келмейді, қиналғысы келмейді, өткісі келмейді, жауапкершілік алғысы келмейді, ерте тұрып университетке барғысы келмейді, азаннан кешке дейін библиотекаға барып оқығысы келмейді, реферат жазғысы келмейді, дипломный работаны қорғағысы келмейді. Неге? Ерінеді. Ауыр оның нәпсісіне, ауыр оның санасына, психоэмоционалдық денесіне ауыр. Сол үшін ол оқығысы келмей ажырасам дейді де жолдан түсіп кетеді. Ол ажырасам дейді, болмаса тастап кетем, араласпай қоямын. Мысалы бауырымызбен өту керек сабақтан, ой, бауырмен араласпаймын бұдан былай дейді де университеттен түсіп кетеді. Диплом берілмейді сізге. Ал диплом ол ана мынау диплом емес. Қатып қалдым ба, қыздар?